Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен криптовазар. Бүгін крипторынокқа жылдам анализ болады. Яғни алдағы 2 ай август-сентябрьда бізді қандай оқиғалар крипторынокта күтуі мүмкін. Сол нәрселерге өз ойымды айтып беретін боламын. Бұл тек менің ойым ғана, және де қай бағалардан мен шорт, лонг позицияларын көріп тұрмын. Сол нәрселер жайлы да айтылады. Бұл ешқандай финанстық кеңес емес, тек өзімнің ойым. Ал сіздерге осы циклдағы биткоиннің соңғы ценасы, эфирдің соңғы ценасы, альтсезон қашан болады, сол нәрселер қызықтыратын болса, менің соңғы видеомды көрсеңіздер болады. Бұл видеода мен сол нәрселер жайлы барлығын айтып бердім. Ал енді каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қойып ұмытпаңыздар. Енді қараңыздар, біз бірінші биткоиннан бастаймыз. Бұл жерде не айтуға болады? Ең бірінші таймфреймдерді қарасақ, бізде күндік және де апталық таймфрейм ғана қараймыз бүгін, себебі алдағы 2 айға анализ жасау үшін бұл ең қолайлы таймфреймдер. Одан бөлек бізде күніге көріп жүрген графиктер ешқандай қатты өзгерістер жоқ. Сол себепті де апталық пен күндік ғана қарасақ болады. Тіпті күндіктің өзін ғана қарасақ болады. Ең бірінші бізде осы жерде имбаланс. Әрине, биткоин ол имбалансқа бару вероятності дәл қазір өте аз. Неге? Себебі бізде биткоин боковикке кетті. Бұл боковиктің имбаланс үстінде болған себепті де боковикті бізде жоғары қарай шығу керек боковиктен. Ал вероятность бұл боковиктен шығып, тек сквизбен ғана шығып, тез кіріп кетеді дегенге вероятность өте аз. Ал боковикті тез үстіне тест жасап, боковиктің үстінде қалады дегенге вероятность вообще аз деп айтуға болады. Дәл қазір алдағы 2 айда. Сол себепті менің ойымша бұл боковиктен жоғары шығып, биткоин осы имбалансты полный поглощение болады дегенге, 20% деп айтуға болады. Яғни 20% бізде осы сценарий. Яғни боковик теседі, сосын ғана боковиктің үстінде кішкене қозғалып, сосын ғана төменге қарай кетеді. Бұл сценарийға 20% неге? Себебі бізде боковикті жоғары қарай тескеннен кейін қайтып боковиктен төмен кету вероятность өте аз болады. Және де өте қиын болады, себебі покупатель, продажниктер биткоинда жоқ. Дәл қазір алдағы 2 айда волатильность өседі деп айту да өте қиын, себебі август пен сентябрь бізде қатты волатильный айлар емес. Яғни бізде үлкен қимылдар, биткоин болсын, крипторынок болсын, сентябрьдің соң жағы мен октябрьде ғана басталуы мүмкін. Сол себепті де бізде сентябрьде ең жақсы вероятность бұл бізде биткоин бұл боковиктен шықпай, керісінше төменге қарай кетеді деген сценарийға вероятность өте көп. Яғни 80% бізде бұл осыған ұқсас жағдай болады дегенге. Яғни бізде биткоин бұл боковиктен шықпайды, керісінше бұл боковикті төменге қарай теседі алдағы 2 айда. Бұл вероятность, бұл сценарийға вероятность 80% деп айтуға болады. Яғни біз шорт позициясын осы жерден ашып қарасақ болады. 66 мыңнан шорт позициясын ашып көруге болады. Тек әрине бізге 58 мың долларға қоямыз. Стоп, давайте осы айналаға қоюға болады. 1-ге 5 риск прибыль, 1-ге 5 деп айтуға болады. Яғни біз 20 доллар мен 100 долларға дейін ақша таба аламыз. Әрине осы сценарий орындалатын болса, ол үшін біз кішкене күтсек, барлығы белгілі болады. Мүмкін сквизбен жақсы жаңалық болып қап, сквизбен биткоин бұл боковиктен шығып, имбаланс полный поглощение болуы мүмкін. Полный емес, тіпті сквизбен ортасына дейін поглощать еткеннің өзінде имбаланс жапты деп есептеуге болады. Одан кейін ғана төмен кетеді. Әрине ходтар өте көп, бірақ ең басты бізде бағалар осы боковиктің үстінде, боковиктің үсті, сосын имбаланстың соңы деп айта алмаймын, ортасынан жоғары қарай. Осы айналалардан уже шорт позициясын қарап көруге болады, себебі имбаланс полный поглощение болуы мүмкін, имбалансты тіпті поглощать етпеуі мүмкін соңына дейін сквизге қарай. Яғни бір сквизбен шығып қатты төмен кететін болса, демек имбалансты просто жартылай жапты, сосын ғана төменге қарай кетті деген сөз. Әрине шорт позициясын ашып қарауға болады. Мен телеграм каналыма тіркелген болсаңыздар, мен шорт ашатын болсам, сол жерде жазамын. Дәл қазір биткоинда тек осы сценарийлар және де шорт позициясын дәл қазір ашу өте қиын. Кішкентай свечалармен 66 мың долларға қайтып баратын болса, бұл жерде өте үлкен болады, вероятность төменге қарай кетеді дегенге, себебі волатильность жоқ болса, ол төменге қарай кетуге вероятность көбейеді. Ал енді эфириумда не қарауға болады? Эфириумда дәл қазір биткоинға қарағанда волатильность бар, биткоинға қарағанда свечалар үлкен, және де бұл бізде осы имбалансты жапты уровендер дәл қазір. Осылай қарауға болады.
көргендеріңіздей тест болды. Бұл жерде де негізінде уже жоғары қарай эфирде ход өте аз, яғни эфирде де вероятность өте көп, $1500 барады дегенге. Осыған ұқсас жағдай эфирде де. Әрине, бір жақсы жаңалық шығып өсуі мүмкін. Ол кезде менің ойымша максимум өсім ол $2158-2200 деп санаймын. Әрине, бұл жерде биткоинға қараймыз уже. Неге? Себебі биткоинда көргендеріңіздей бұл жерде ход бар, биткоинда вероятность бар. Осы $69,000-$70,000 дейін баруға. Ал ол кезде эфир әрине тұрмайды, эфирде өседі деп санаймын. Сол кезде ғана эфир жоғары қарай кетуі мүмкін. Ал қазір эфирім таза шорт деп айтуға болады. Тоже осы арадан осыған ұқсас шорт болады. Тоже 1/5 өте жақсы рискі бар. Ал енді басқа монеталар, альткоиндар. Альткоиндар жайлы не айтуға болады дәл қазір? Альткоиндардың барлығында волатильность, барлығында емес, 90% альткоиндарда волатильность вообще жоқ деп айтуға болады. Мысалы, линия не қарайсың бұл жерде? Свечалардың бәрі кішкентай, яғни волатильность вообще жоқ, бір орында жүргеніне уже бізде 70 күн. 70 күн бойы линия бакайыкке кетті. Бұл нені білдіреді? Бұл линияның дносының жақын екенін, яғни линия шынымен де осы маңдарда днос болуы мүмкін. Сахнетте өте ұзақ уақыттан бері баковик, 191 күн. Арасында әрине үлкен свечалар болған, бірақ целом бай волатильность бұл жерде де жоқ деп айтуға болады. Торговать ете алмайсың бұл мысалы. Игнлерде де бізде болды, дәл қазір Игнлерде де уже жоқ, дым жоқ деп айтуға болады. Бұл жерде де қызық емес. Бұл жерде де қызық емес көргендеріңізде 70 күн болған. Волатильность жоқ, бір баковикте қозғалып тұр. Яғни бұл монеталардың барлығында дно шынымен де жақын болуы мүмкін екен білдіреді. Бізде көргендеріңізде ең үлкен волатильность міне. VLD, басқа монеталардың барлығы баковикте кезде 223%-ға өсіп берген. Дәл қазір уже волатильность азайып жатыр. VLD тоже төмен, осы айналаға деп санаймын. VLD дәл қазір қараудың қажеті жоқ деп санаймын. Қазір қарауға болатын монеталар дәл қазір менің ойымша Zcash. Zcash тоже шорт, көргендеріңізде Zcash'та бізде дайын тұр. Неделькамен қарайтын болсақ, шетел неделькаға қойасылар. Неделькамен қарайтын болсақ, көргендеріңізде бізде 2025 жылға дейін вообще ұйықтаған бұл монета. 2025 жылдан бастап қана қимыл басталған. Көргендеріңізде енді бұл қимыл қай жерден аяқталуы мүмкін? Бұл қимыл 250-230 доллардан аяқталуы мүмкін. Неделькада осылай, қазір күндікпен қоятын болсақ, бұл тренд почти біткен деп айтуға болады. Көргендеріңізде треугольник сияқты нәрсе, треугольник әрине төмен тесіледі дегенге вероятность өте көп. Треугольниктің басына барған кезде шорт позициясын ашуға болады. Бұл жерде Zcash'те өте жақсы шорт алуға болады. 1/7, 1/6, трейд 1/6 ашып қарауға болады. Уже жақын тұр бізде. Тіпті қазірде ашып көруге болады, но риск бар әрине. Себебі бізде жаңа айтқандай запас биткоинда бар, яғни биткоин өскен кезде Zcash'те қатты емес, кішкене өсім көрсетуі мүмкін. Волатильность Zcash'те бешеный. Волатильность мысалы Zcash'те мысалы дәл қазір торговать етіп қарауға болады. Zcash'те көргендеріңізде бізге 5 июньда қателеспесем, 5 июнь күні болған сквиз бар. Сол сквизға ориентир алып, дносын осы айналаға қоя салуға болады деп санаймын. Әрине Zcash өте төмен кетуі мүмкін, яғни $100, $60, $40 дейін төмен кетуі мүмкін. Себебі бұл скрытый монеталар, яғни Zcash, Monero, Dash деген сияқты монеталар осы циклда жақсы өскенімен, келесі циклда вообще өсім көрсетпеуі мүмкін. Яғни бұл монеталар үшін бот аяқталуы мүмкін, яғни рынктағы жолдары деп айтуға болады. Әрине ешкім білмейді оны, мен өзім солай ойлаймын. Сосын Monero бізде жақсы өсіп жатыр. Monero бізде не бар? Moneroда пока дым түсініксіз, себебі көргендеріңізде шимай ғой, былай шыққан кезде. Баковик тоже. $420 дейін барса шорт ашуға болады. Бұл жерде $420 әрине баратын болса, бізде
өте үлкен вероятность қайтадан 290-300 долларға дейін төмен кетуіне. Пока күту керек, себебі биткоинда ход бар. Биткоин 65 мың, 66 мың, биткоин 66 мың долларға жететін болса, сол кезде барлық монеталардан, барлық емес, осы Dash, Zcash, Monero деген сияқты монеталардың шорт позицияларын ашып қарауға болады деп ойлаймын. Дәл қазір ашу қиын, әрине болады. Телеграмда мен әрине ашатын болсам айтам. Zcash'та менде шорт болған, Hyperliquid'те қателеспесем дәл жақын арада ғана жаттым. Пока бұл монеталар құлауға асығып тұрған жоқ. Бірақ құлаған кезде менің ойымша өте жақсы құлайды деп ойлаймын. Одан кейін бізде Hyperliquid өте жақсы құлады. 70 мың долларда мен де пик екенін айтқам. Қателеспесем осы 72 мың долларды айттым. Ары қарай 50 мың долларға дейін ешқандай қиындықсыз құлайды деп 50 мың долларға дейін келді. Енді кішкене өсті. Неге өсті? Бізде имбаланс болған, имбаланстан реакция болатынын айттым мен. Соңғы видеоны қарасаңыздар, менде имбалансқа жақындады, имбаланстан реакция болуы мүмкін екенін айтқам. Имбаланстан қаншалықты реакция болады, оны ешкім білмейді. Имбаланстан себебі бізде осы жерде имбаланс болды міне. Поглощение көргендерде имбаланс четко поглощать етті, қайт төмен қарай кетті. Дәл қазір бізде уровеньдер былай айтқан кезде тек осы жерде ғана. Яғни Hyperliquid'ті дәл қазір шарт етіп көруге болады 44 мың долларға дейін. Но бірақ риск-ревард өте аз болады. Неге? Себебі имбалансты тағы да поглощать ету. Полный поглощение тағы имбаланста болуы мүмкін. Неге? Себебі биткоинда запас бар, эфирде запас бар. Сол эфирім биткоин сияқты монеталар өскен кезде Hyperliquid'те кішкене қайтып өсуі мүмкін. Сол себепті бізде стоп-лосс осы жерлерге ғана қоюға тура келеді. Яғни риск-ревард 2-4 болады, және де өте ұзақ болады бұл сделка. Яғни 44 долларға дейін бару үшін бізге 2 ай уақыт кетуі мүмкін. Сол себепті дәл қазір асығудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Біз шорт ашуға кез келген уақытта үлгереміз, лонг ашуға да кез келген уақытта үлгереміз. Жай ғана дәл қазір күту керек деп ойлаймын. Неге? Менде ой болды, осы имбалансты полный поглощение болған кезде шорт көруге Hyperliquid'тен. Шорт көрген кезде осы кезде көруге болатын еді, бірақ уақыт болмады қарауға. Көргендеріңіздей, бұл имбалансты поглощать етіп, сосын тез құлады. Былай айтқан кезде 3 күн ғана уақыт кетті. Волатильность бұл монетада бар. Сол себепті де дәл қазір Hyperliquid тағы да күту керек. Мүмкін биткоин өзетін болса, тағы да Hyperliquid бұл точкаларға барады. Сосын үлкен слив басталады деп айтуға болады. Яғни ол осы 44 долларға дейін болуы мүмкін. Әрине, Hyperliquid осы нүктеге дейін баруы да мүмкін. Биткоин, эфириум, басқа да альткоиндар баковитте кезде Hyperliquid, Zcash, Monero өздерінің құлауларын тоқтатпауы мүмкін. Сол себепті де дәл қазір жай ғана қарау керек деп санаймын. Альткоин дәл қазір 2-3 айда сезон 2-3 айда болып кетеді деген айту өте қиын, себебі көргендеріңіздей өте көп монеталар әлі өздерінің днуларына жақындамады. Соңғы видеода бұл нәрсе жайлы айтылған. Қарасаңыздар болады. Ал енді тыңдағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.